Демократия адам құқықтары емес, демократия теңдік емес, демократия бостандық емес, демократия деген халық не қаласа, билік соны істеу керек деген сөз. Билік халықтың пікіріне, билік халықтың басым көпшілігінің пікіріне, соның қағидаларына, соның ұстанымдарына, соның құндылықтарына негізделу керек деген сөз. Ол қандай чудовищный ценность болсын, ол қандай моральға да, құқыққа да, бостандыққа да қарсы келетін қалау болсын, билік оны орындау керек. Өйткені биліктің жалғыз қайнар көзі ол халықтың қалауы. Мораль емес, заң емес, халықаралық нормалар емес, тағы басқа емес. Халық не қалайды? Билік сол болу керек. Демократия сол. Демократияның дамыған мемлекеттері ол Америка, яғни батыстық культура болғаннан кейін, ал батыстық культура ол индивидуализмге, ол адам құқықтарына, бостандықтарына негізделгеннен кейін екеуі кішкене біте қайнасып кеткен қазір. Демократия мен сол либерализм идеялары, рыночный экономика, мораль, гуманизм тағы басқалармен бірге ол біте қайнасып кеткен да қазір. Индивидуалист адамдар болғаннан кейін олар бірінші кезекте өзінің құқықтарын, бірінші кезекте өзінің бостандығын, бірінші кезекте СМИдің бостандығын, тағы басқаның барлығын ол биік қояды. Билікте сол ұстаным